жаңа Түркістан облысының тағайындалған кезі, жаппай қаланың құрылысы жүріп жатқан кезі, тұңғыш рет тұңғыш неке сарайында неке қиып отырсыңдар. Бақытты болыңдар. Туған балаларың Түркістан облысында орталығында туды деп жазылатын болады. Сендер де солай боласыңдар. Ата-аналарыңа бәріне менен сәлем айтыңдар. Аса мәртебелі елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы, Түркістан шаһарына қош келдіңіз. Сізді көргенімізде өте қуаныштымыз. 2019 жылы жастар жылы деп жарияладыңыз. Жастар ел болашағы деген үмітіңізді нық сеніммен ақтаймыз. Все через мобильный телефон по вашему поручению все проводится. Мы буквально в октябре новую версию запустили. Осында бізде цифровой документтер де бар. Любой документтер осында болады. Плюс к тому еще по биометрическим данным получать услуги можно. Мои данные уже есть. Уже 17 тысяч людей подключились вот именно к этой базе данных, и можно получать государственные услуги. Биометрические данные? Добровольно. Добровольно 17 тысяч. На оперзал 20 рабочих мест, как обычные зоны. Үлкен өзгерістер болып жатыр. Қаламыз дамып келе жатыр. Бұл өзгерістердің ең бастысы мынау біз сияқты жастарға үлкен мүмкіндік болды. Себебі жаңа жұмыс орындары ашылып жатыр. Керемет болды ғой. Түк жоқ еді. Рас айтасыз. Сол мынау жастар бұрынғыдай үлкен қалаларға жұмыс іздеп кетіп жатқан жоқ. Барлығы осында қалып жұмыс орналасып жатыр. Жалпы алғанда қаламызда жастардың өмір сүруіне қолайлы жағдай қалыптасты. Это видеообращение арқылы. Рахмет. Добрый день, уважаемый Нурсултан Абишевич. Меня зовут Диана. Разрешите рассказать сегодня о нашем новом IT-продукте, разработанном Акиматом Туркестанской области. Это интерактивная платформа «Активный гражданин», которая позволяет гражданам сообщать о проблемах в Акимат, рассказывать и делиться своими пожеланиями, рекомендациями, голосовать о наиболее важных городских инициативах, чтобы сделать наш город умным и комфортным. Қандай сабақ беріп жатсыңдар? Цифровая грамотность. Электронный портал арқылы қалай қызметтерді алуға болады деп. Үйлендіңдер ме бірдеме? Енді онсыз болмайды қазір. Цифры везде, всюду. Без цифровой грамотности нигде не пройдет. Сондықтан үйлендіңдер жақсылап. Табысты болыңдар. Осындай планшеттер бар, бұл жерде болашақ бірінші заявка беріңіздер, кімнің нәлгі өзі данныйлар болып қаласыздар. Елордадан кейінгі құрылыс осы. Күнде жаңалық болып жатыр. Зәулім үйлер салынып жатыр. Әлде де құрылыс көп болады. 250 ғимараттан 105 іске қосылайын деп отыр. Ендігі жылы 270 іске қосылады. Сонда қандай қала болып шығады бұл жерде? Ол құрылысы тоқталмайды, жүре береді, ары қарай жүре береді. Прокуратура сидит, полиция бәрі принимать людей бұл. Қадағалау боламыз. Кез келген мәселе саланың ешқандай күзет ата-ана болмайды. Бөлме әзірледік. Бұл жерде жалпы Түркістан
он сносқа кетеді ғой. көруге мүмкіндік береді және де ол қалай қаланың өзгеріп жатқаны туралы ақпарат алуына жан-жағынан. Мынау қалай ойлай ма? Болашақта 500 миллион, мүмкін 1 миллион қаласы бар адамдар қала болатын шығар. Осыған тарихи жұмысқа кірісіп жатқандар құтты болсын, аман сау, бақытты болыңдар. Александр Ильич, по развитию высокоскоростного железнодорожного движения в Центральной Азии хотел бы доложить. Участок Ташкент-Самарканд 341 километр протяженностью. В 2011 году проведена реконструкция, организовано высокоскоростное движение. И в 2016 году Узбекистан завершил реконструкцию вот этого участка Самарканд-Бухара. Тем самым у них получилось почти 600 километров высокоскоростной магистрали. За 3 часа 50 минут поезд преодолевает это расстояние от 160 до 200 километров. Тальгов Да. как раз ходит 200. Да, от 160 до 200-300. В 2017 году построена вот данная линия отдельная, однопутная, только для организации высокоскоростного движения. Сейчас скорость поезда по ней 140 км в час. В следующем году они начнут ее электрификацию, и там будет также 230 км в час поезд. Так. Есть планы, Нурсултан Ильич, у Туркменистана от Туркменабада, Ашхабад и до Туркменбаши провести реконструкцию, также организовать высокоскоростное движение, соединив Реконструкцию или новую реконструкцию именно по старому участку они планируют. Вот. Ну и Туркестан, естественно, как центр тюркского мира, может стать истоком этого маршрута. Протяженность у нас 260 километров данного маршрута. Да. Қасқасы таушылқалы курорты көлемі 315 гектар, жалпы 34 километр ұзындығы, 1900 метрден бастап 3200 метрге дейінгі теңіз биіктігінде мемлекеттік жекеменшік серіктестік арқылы жүзеге асырылып жатыр. Kişiye kadar istihdam sağlayacağız inşaat döneminde. Kuruluş barısında 1500 adamға дейін bu uçuş kalkış yolu kaç kilometre? 3300. Келесі жылдан бастап осы Түркістан қаласында 690 төсек орынға арналған көп профильді аурухана бастаймыз. Бұл аурухана Түркістан қаланың және Түркістан облыстың тұрғындарына және халықаралық туристерге ең жоғары деңгей медициналық көмек көрсететін болады. Бұл көптен бері ойланып жүрген мәселе. Еліміздің оңтүстігінде бірінші менің күтіп жүргенім Шымкент қаласы 1 миллион тұрғыны болғаннан кейін ол орталыққа тікелей бағынатын қала болды. Алматы, Астана сияқты. Сондықтан Түркістан облысы бөлек шығып, осылай болды. Бұл енді тарихи, бүкіл түрік дүниесінің орталығы дейміз, Қазақстан үшін өте маңызды қала. Қазақтың қалың орналасқан жері, біздің дәстүріміз, тарихымыз, мәдениетіміз шайқалмаған жері. Сондықтан бұл жерде үлкен қала орнату бұрыннан ойымызда болған. Былтырғы жылда мен жарлығымменен Түркістан облысын құрдық та құрылысқа кірісіп кеттік. Бір жылдың ішінде 170 объектінің 105-і биыл іске қосылады. Барлық жобасы 500 миллиард теңгеге тұратын ғимараттар салынатын болады. Қанша үлкен ғимараттар салынып жатыр, қанша көп жұмыс орны ашылып жатыр. Әсіресе жастарға. Мына жерде қалың 2 миллион халқы бар Түркістан облысының қазір. Оның барлығына жұмыс беру керек. Қазір елдер кетпей, қайтадан жиналып жатыр осы жерде. Қонақ үйлер болады, мектептер болады, ауруханалар болады, заманауи аэропорт болады, ең үлкен ұшақтарды қондыратын. Соның кейін су мәселесі шешіледі. Жол, автокөлік дәлізі, темір жол дәлізі барлығы бар. Жолдың бойында тұрған қала. Сондықтан еліміз, Қазақстанымыз тағы да бір үлкен шаһарға байиды деген сөз. Көріп шығып, риза болдым. Бір жылдың ішінде көп жұмыс жасалған. Ендігі жылы мен мына көрші елдердің басшыларын, Өзбекстанның, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстанды жерге шақырайық деп отырмыз өзіміздің саммитқа. Олар келісім берсе, мүмкін Түркістанда өткізерміз. Бұрында да біз Өзбекстанмен бірге Ходжа Ахмет Яссауидің кесенесінің алдында мәңгілік достыққа қол қойғанбыз. Сондай бір келісімге келетін шығармыз. Барлық еліміз үшін бұл өте үлкен жаңалық. Бүкіл Қазақстан, біздің үкіметіміз, қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев,
барлығы қолдап бірге істеп жатқан шаруамыз ел үшін, халық үшін, Қазақстанның өркендеп өсуі үшін. Әрбір салынған үй ол Қазақстанның байлығы. Әрбір салынған қала Қазақстанның байлығы. Мемлекет қандай деп санағанда, сол мемлекеттің жерінде қандай ғимараттар бар, қандай завод, фабрикалар бар, соны санайды. Сондықтан біз Астананы салғанда да көп әңгіме болды ғой, қанша ақша жұмсадық, барлығын қайтарды. Мемлекетке, бюджетке қазір жыл сайын триллион теңге ақшаны құйып жатыр. Сондықтан қуанышты жағдай осының барлығы. Это все совпадает моим видением рухани жаңғыру, қазақтың қазынасы деген. Только в прошлом году здесь побывало 1 миллион человек туристов. Мы должны больше привлекать туристов сюда. Есть желание, весь тюркский мир считает центром своим. Туризм будет очень важной частью экономики, поэтому здесь ряд музеев. Улу-Дала музея, музей тюркского мира, музей самого Ходжа Ахмета Яссави, все исторические. И ведутся раскопки, уже мы находим городище там 1000-1500 лет тому назад от Культубе, один слой. Я думаю, там будет музей под открытым небом, как в Таразе мы делаем, но здесь будет побольше экспонатов, побольше возможностей. Поэтому для туризма в будущем есть желание с соседями вместе открыть единую дорогу Самарканд-Ташкент, Чимкент-Туркестан и назад, чтобы туристический поток увеличить для всех. Для всех будет интересно. Ну и казахстанцы будут сюда ездить, и сейчас ездят.